Саламатсыздар ма? Бүгін біздер натюрморттың 3-ші сабағында түспенен жұмыс жасаймыз. Алдымен жұмыс орнын дайындап аламыз. Ол үшін артық сызықтарды өшіріп, осьтік сызықтарды, көрінбейтін сызықтарды жай ғана өшіріп жұмысты дайындаймыз. Барлық артық сызықтарды өшірдік, енді жұмысты түсті өңге дайындаймыз. Алдымен қылқаламда жалпақ қылқаламмен суды алып, жайлап жоғарыдан төмен қарата қағазды дымқылдаймыз. Дымқылдап, тегіс бір деңгейде су жағамыз. Бізге жұмсақ қылқаламдар керек, жұмыр қылқаламдар. Олар номері 8-ші, 12-ші жалпақ қылқалам және орташа 4-ші, 3-ші қылқаламдар және жіңішке қылқаламдар қажет болады. Яғни күзеннің, ақ тиынның қылшықтарынан жасалған жеңіл қылқаламдар, арнайы акварель бояуына арналған қылқаламдар қолданамыз. Енді сулап жұмысты дайындадық. Натюрмортқа қарай отырып, негізгі түстердің ерекшеліктерін айқындауымыз керек. Алдымен артқы өңдегі артқы астарды жазамыз. Артқы фонды. Ол үшін тұстапқышты, қағаз тұстапқыш қолданамыз да, қағаз тұстапқышқа бояуларымызды езе отырып, натюрмортта артқы өңде жалпы қоңыр жасыл жұмсақ түстерді ала отырып, жұмсақ ашық қоңыр жасыл түстерден негізгі астарды жазамыз. Егер де бізге бояуды жаққан кезде артық солар тамшыласа, онда құрғақ қылқаламмен немесе жіңішке қылқаламды алып, саусақтарымызбен басынан соларды кетіре отырып, құрғақтай отырып, артық бізге кедергі келтіріп тұрған суларды немесе бояуларды алып тастауға болады. Қоңыр жасыл, сары түсті араластырамыз. Енді бізде жұмсарту үшін сары түсті, кейде жұмсақ оқыра түстерді араластыра отырып, негізгі астардың матаның негізгі өңдерін береміз. Яғни, алия-прима тәсілінде дымқыл жазумен жұмысты жүргіземіз. Қылқаламды суда шайып, жиі суды ауыстырып отырып, жұмысты жүргіземіз. Әрі қарата негізгі зат натюрмортта бұл біздің алдымызда құмыра, құмыраның негізгі түстерін көрсетуіміз керек. Ол үшін бояуымыздан құмыраның негізгі жасыл, қоңыр
көкке жақын жасылды аламыз. Қазір мен ұстапқышты орындап көрейін. Құмараның негізгі түстерін мойнындағы ернеуінің цилиндр бөліктен, яғни меншікті көлеңкесінен висерок жайлап висеровка тәсілімен немесе пішініне сәйкес жаға отырып қылқаламды негізгі өңдерін түстерін бастауға болады. Міндетті түрде құмыраның негізгі денесін, яғни мына жердегі бізде конус пішіндес мойнын қалдыра отырып, негізгі астыңғы бөлігін, құмыраның астыңғы бөлігі бұл овал тәріздес бөліктің меншікті көлеңкелеріне бояуды жағуды жүргіземіз. Мінекей түстерді тауып отырып, жеңіл өңдермен жұмыс жүргіземіз. Құмыраның табан жағын жұмсақ түстерді араластырамыз. Яғни бұл жерде біздер сарыны көптеп қолданамыз. Көк түске сары түстерді, жылы түстерді қолдана отырып, жағымызға өткен себебі біздің натюрморттың астыңғы жақ жазықтығында көбіне сары түсті матадан құрастырылған. Сондықтан төменгі жақта сары түсті жылы реңдерді көптеп аламыз. Әрі қарай құмыраның негізгі түстерін анықтап қойдық. Келесі зат бізде алманың негізгі түстерін іздеу. Ол үшін қоңыр қызылды, яғни қан қызылды ала отырып, алманың негізгі түсі қан қызылды ала отырып, ұстап. Енді бізде үлкен салпақ қылқалам қажет болмайды. Орташа деңгейдегі қылқаламды алып, жұмысты жүргіземіз. Бұл ретте алманың меншікті көлеңкесін меншікті түстерін анықтауға болады. Мына жерде осылай алманың пішініне сәйкес көлденең тік етіп жазуға болады. Тек қана алманың меншікті көлеңкесін. Әрі қарата натюрмортты мұқият қарай отырып, жарықтың түсу бағытына байланысты алманың көлеңке бөліктерін жазамыз. Ол үшін сіздер өткен сабақтарда өтіп кеткенде білесіздер, түстердің қанық, ашық реңдерін жасау үшін бізге ахроматикалық қара түстерді қосу арқылы негізгі түстің үш қасиетіндегі қанықтылық, ашықтылық деген ұғымдарды ескере отырып, ахроматикалық түстерді қоса отырып, жақын болып келеді жылы түстерге. Сондықтан сол түстерді бояуымыздан алып, ұстапқышта іздей отырып,
Әрине, міндетті түрде меншікті көлеңкесінен бастап жазамыз. Қоңыр, охра деп те айтайық, қоңыр деп те айтайық бұл түсті. Бұл ағашта бізде жылт жоқ, сондықтан білік жылтыр жерлерді қалдырмаймыз, тұтастай өңнен өңге өту арқылы жазамыз. Егер қажет болған жағдайда қылқаламды жуып, таза суменен жаққан бояу түстерін жарыққа қарата бағыттай отырып, яғни өңнен өңге өткізіп, түстерді жеңілдетеміз. Ыдыстың ішіндегі, эллипстің ішіндегі түстерді беру үшін натюрмортқа зер салып, эллипстің жарықтың бағыты бойынша қай жақтан көлеңке түсіп тұрғанын байқауымыз керек. Ол үшін біздің жарық қолымыздың жұмысымыздың оң жағынан түскендіктен көлеңке эллипстің мына оң жақ бағанында көрінеді. Тағы да қайталап айтам, қажет болған жағдайда қылқаламды саусақпенен бүріп сыға отыра, құрғатып, егер артық бояулар кедергі келтіріп жатса, жайлап қана ала қоямыз. Осылай алып, жұмыс жүргіземіз. Әлбетте, құмыраның негізгі түсін, алманың түстерін, шынаяқтың негізгі түстерін беріп көрсеттік. Енді бізге әрбір заттан түскен түспе көлеңкенің негізгі түстерін жазуымыз керек. Ол үшін түспе көлеңкеге қоңыр түсті, кішкене қара түспен, қоңыр кішкене қара түспен, яғни оқыр түстерден ала отырып, неге? Себебі біздерде жатқан жазықтығымыздың жалпы түсі сары түсі болғандықтан, осындай қоңырға жақын, сарыға жақын түстерден аламыз. Алманың табандарынан бастап, бағыт бойынша, түспе көлеңкенің түсу бағыты бойынша жұмыс жүргіземіз. Суды артық мөлшерде көп алмаймыз. Кейде ұстапқыштағы бояудан қалған сулардың өзі де жарайды. Қайта-қайта қылқаламды су ыдысына батыра беруге болады. Ұстапқыштағы қалған суменен де кейде осындай сәл ұсақ жерлерде көрсетуге болады. Әзірге бұл түспе көлеңкелерді жазып қойдық. Кетсін. Келесі кезек натюрморттың жалпы жазықтықтағы сары түсті жазуымыз керек. Ол үшін қайтадан бізге қылқаламның жалпақ түрін аламыз. Жалпақ қылқаламды дайындап, сары, охра және сарғыш түстерді ұстапқышта іздеп, натюрморттың алдыңғы қырларынан бөле отырып жазуды бастаймыз. Әрине, түспе көлеңкелер жазғаннан кейін заттардың олар сәл кебіңкіргейсін, мына түстер үстіне жаңа айтылған сары матаның
түстерін беруге болады. Яғни алшақ жерден. Мықты қанық сарыны алмаймыз. Яғни бұл лимонды сары, лимонды желтый деп аталады. Тек орташа сары түстермен сарғышты араластыра отырып жұмысты жүргіземіз. Түстер астарлап бір-біріне өтуі мүмкін, онан қорықпау керек. Кейде акварельдің өзінің техникасында ондай мүмкіндіктер болады. Мінекей, бүгін біздер натюрморттағы негізгі түстік басымдықтарды анықтадық, заттардың негізгі түстерін белгіледік, жазықтықтарды бөлдік және түспе көлеңкелерді көрсеттік. Келесі сабақта натюрморттық түстерін жазуды жалғастырып, бейнелеу өнер заңдылықтарына сүйене отырып әрі қарата жұмыс жасаймыз. Сау болыңыздар.